Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Бүгін сіздерге шаштың түсуін тоқтатып қалыңдататын, оның өсуіне жақсы көмектесетін керемет әдіспен бөліскім келіп отыр. Бізге бар болғаны мята перечный настойкасы қажет болады. Кез келген аптекадан таба аласыздар. Оны қалай қолданамыз? Басымызды жуып болғаннан кейін шашымыз әлі кішкене су қалпында 1 шай қасық, егер шашыңыз жұқа болады немесе қалың болатын болса 1 ас қасық осы настойкаға 2 ас қасық су қосамыз. Жақсылап араластырып, шаштың түбіне, яғни бас терісіне қолымыз арқылы жағып массаж жасаймыз. Одан кейін жумай қалдырамыз. Егер иісі ұнамайтын болса, 1 сағаттай салапан киіп қалдырып, кейін жуып тастасаңыздар да болады. Немесе солай қалдырып кетсеңіздер де болады. Әр бас жуғанда қолдануға болады, ешқандай зияны жоқ. Уже 3-4 жасағаннан кейін нәтижесін көріп бастайсыздар. Қан айналымын жақсартады, шаш түсуі тоқтайды, шаш қалыңдай бастайды, шашыңыз тез өсіп бастайды. Бұл настойканы қолданып жүргеніме біраз уақыт болды, маған өте жақсы көмегін тигізіп жатыр. Сіздер де қолданып көріңіздер.